Бұл дін арабтарға түскенмен, бұл діннің білімін, діннің қызметін араб еместер жасаған. Сіздер білесіздер, 6 сахих хадис жинақтары бар. Оның ішінде мына Өзбекстандағы имам Бухари бар, имам Муслим бар, имам Термизи бар, имам Насаи бар, имам Ибн Маджа бар, имам Абу Дауд бар. Алтаудың біреуі ғана араб, қалғандардың барлығы ажам. Араб еместер, мауали бар. Имам Муслим ғана араб жүр. Имам Муслим ибн Хаджадж ан-Найсабури деген кісі. 10 қырағат бар. 10 қырағаттың көпшілігі араб емес ғалымдар. Тіл деген ғылым бар, араб тілі. Араб тілінің Сибауай деген атасы бар араб тілінің. Ол араб емес бірақ. Бір күні Ибн Аби Лайла деген ғалымға Айса ибн Муса деген бір араб келеді. Араб болғанда да арабтың фанаты. Егер араб емес болса бір адам, оны қабылдамай қоятын болған. Оның алдында көкірегін кеп тұратын болған. Егер араб десе, онда ештеңесіне қарамай қабылдай беретін болған. Сондай адам болған, араб қана керек болған осы. Араб деп қалған кісі. Сөйтіп бір күні Ибн Аби Лайлаға келеді, жаңағы Иса ибн Муса айтады, сен маған айтшы дейді. Мән фақиху ахлил Ирақ дейді. Ирақтың фақихы кім, ең білімдісі кім дейді. Аль-Хасан ибн Абил Хасан деп айттым дейді. Сумма мән деп айтты, сосын кім деп айтты. Мен айттым дейді Мұхаммад ибн Сири. Бұл екеуі араб па әлде мауали ма деп айтты дейді. Араб еместен, арабтан емес шыққан ғалым ба деп айтты. Мен айттым дейді, жоқ, екеуі де мауали деп айтты. Араб емес деп. Мән афқаху ахл Макка деп айтты. Макка қаласының ең ғалымын айтшы деген. Кім деген? Мен айттым дейді, Ата ибн Абу Рабах, ва Мужахид, ва Саид ибн Жубайр деп айтты. Олар үшеуі араб па әлде мауали ма деп айтты. Сұрадым. Үшеуі де мауали деп айтты. Араб емес деп. Үшеуі де ғалым ғой. Меккенің ғалымы. Мән афқаху ахл Мадина деп сұрай бастады. Мадина қаласының ең үлкен ғалымдары кім деп айтты. Сол кезде мен тұрдым да айттым Мұхаммад ибн Мункадир деп айтты. Ол араб па әлде мауали ма деп айтты. Мен айттым, жоқ, ол араб емес, ол мауали деп айтты. Араб емес деп айтты. Беті қызара бастады дейді оған ашудан. Мән фақиху ахли Құба деп айтты. Құбаның ең үлкен ғалымы кім деп сұрады. Рабиату Раи деп айтты дейді. Ол араб па әлде мауали ма деп сұрады дейді. Мен айттым, ол араб емес, ол мауали деп айтты. Ана кісінің беті дейді қарая бастады дейді, ашуланған. Ашуға заған, ол араб емес болып жатыр да. Араб керек оған. Ана мауали бәрі басқа ұлттың ғалымдарын бәрі. Бірақ өзінің елді мекендерінде номер 1 ғалымдар болып отыр да. Араб емес. Арғыра кетті дейді. Мән афқаху ахл Яман деп айтты дейді. Яманның ең мықтысы кім деп айтты дейді. Мен Таус деп айттым дейді. Ва ибн Мунаббих деп айттым дейді. Таус және ибн Мунаббих деп айттым дейді. Олар араб па әлде мауали ма деп. Мен айттым дейді, жоқ, екеуі де араб емес, ол екеуі де өзге ұлттың ғалымдары деп. Ана кісі деген кәдімгідей анау дірілдеп кетпейді ғой ашудан. Сол кезде тұрып айтты дейді, мән афқаху ахли Шам деп айтты. Шамның ең білімді адамы кім деп сұрады дейді. Мен айттым дейді да, Макхул аш-Шами деп айттым дейді. Ол араб па деп сұрады дейді. Жоқ, ол да араб емес деп. Ана кісі орнынан атып тұрды дейді ғой. Отыра алмай кетті дейді ашудан. Онда айтшы деп айтты дейді. Мән фақих ахл Хорасан деп айтты. Хорасанның ең мықты ғалымы кім деп сұрады дейді. Мен айттым дейді, Абдулла аль-Хорасани деп айттым дейді. Ол араб па деп қалды дейді. Жоқ, ол да араб емес, ол мауали деп айтты. Содан кейін тұрды да ең соңғы сұрағын бүйтіп сұрады дейді. Мән
афқаху ахлал куфа деп айтты. Куфа қаласының ең білімдісі кім деп айтты. Мен тұрдым да енді өзім ойладым дейді. Қазір Хаммад ибн Сулейман Уқба деп айтайын десем, екеуі де араб емес дейді. Қазір мынау мені өлтіріп қоя ма деп қорқып кетті дейді. Ұрып тастай ма деп қорықтым дейді. Енді мынау қазір бұдан ары қарай анау әбден жүзі қызарып, қарайып, давлениесі көтеріліп кеткен ғой былайша айтқанда. Ұрмақшы да енді анау араб емес болып жатыр да, қанша елді мекендер, мықты исламның қаймақ астаналары да, ілім ордалары да, бірақ барлығының номер один имамдарының барлығы араб емес. Содан кейін тұрдым да өзім қорыққанымнан айттым дейді. Куфаның ғалымдары Шаби, Ибрахим ан-Нахаи деп айтты. Екеуі де араб еді дейді. Сұрады дейді. Бұлар екеуі араб па әлде мауали ма дейді. Бұл екеуі араб деп еді дейді. Аллаху акбар, Аллаху акбар, айттым ғой әне, арабтар мықты деп жүгіріп кетті дейді, балаша қуанып. Сол сияқты ұлттың фанаты болудың қажеті жоқ. Адамдарды ісімен бағалауды білу керекпіз. Мына исламға қызмет жасаған адамдар бұлар арабтар емес. Мен сіздерге бір керемет Мулла Али Қари деген ғалымды естігесіз бе? Ханафи мазхабының ғалымы Мулла Али Қари. Абсаттар ұстаз кезінде осы кісінің сөздерін көп келтіреді. Мулла Али Қари деген ғалым болған. Мулла Али Қари айтады: "Лақад интақала ал-илму минал араби илал аджам, сумма лам яуд илайхим." Әлде қашан арабтардан білім араб еместерге өтіп кеткен, содан кейін арабтарға қайтадан оралған жоқ ол ілім дейді. Ілім дейді, арабтардан араб еместерге баяғыда өтіп кеткен дейді. Сосын өтіп кеткеннен кейін енді арабтарға ол оралған жоқ дейді. Әлі де оралған жоқ. Міне сол Абу Ханифа сол мауалилардың бірі. Сол аджам араб еместерден шыққан бір туар жұлдыз еді.